Баршаңызға сәлем. Мен бүгін асқабақтан орама жасайтын боламын. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ұнымның бетіне осылай 1,5 қасық кіші қасықпен тұзымды саламын. Ары қарай жұмыртқамды саламын. Қасықпен араластырып, кішкене ғана су құйып, жұмыртқамды кішкене араластырып аламын. Ары қарай қалған суымды құйып, қасықпен кішкене араластырып, ары қарай қолыммен осындай қамыр илейтін боламын. Менде осындай қамыр шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бетін орамалмен жауып шетке қоямын. Енді начинкама кірісетін боламын. Ол үшін маған пияз, асқабақ және картоп керек болады. Мен осындай турағыштың көмегіне жүгіндім. Ең алдымен пиязымды турап аламын осылай. Міне осылай пиязым туралып шықты. Ары қарай картопымды дәл солай турап аламын турағыштың көмегімен. Келесі асқабағымды турайтын боламын. Дәл солай турап алдым асқабағымды да. Міне менде осындай начинка шықты. Ары қарай дәміне қарай қара бұршымызды және тұзымызды салатын боламыз. Начинкамды араластырып шетке қойып қоямын. Осындай начинка шықты. Ары қарай қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырымызға кішкене ғана ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен домалақ, қатты қалың, қатты жұқа емес, қамыр жайып алатын боламыз. Міне менде осындай қамыр шықты. Енді осы қамырымның бетіне сұйық майымды құйып шығамын. Сіздер сұйық майды қолмен жақсаңыздар да болады. Мен арнайы кисточканың көмегімен біркелкі қылып барлық жеріне жағып шықтым. Келесі осы қамырдың бетіне начинкамызды салатын боламыз. Сіздер қолмен салсаңыздар да болады, бірақ та мен үлкен осындай қасықтың көмегімен барлық жеріне салып, ары қарай қолмен тегістеп шықтым начинканы. Начинкамды барлық жеріне біркелкі қылып тегістеп шықтым. Келесі осы қамырымызды ішке қарай орап, рулет сияқты қамыр жасап аламыз. Міне осындай рулет сияқты қамыр шықты. Ары қарай мантоваркамыздың листіне осылай орап саламыз. Ары қарай мантоваркамызға отқа 45 минутқа жібереміз. 45 минутта дайын болады. Міне менде осындай керемет орама шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліңіздер. Күнде рецепттер болады.